Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Так, мына бүгінгі күнгі жасалған сделка золото бойынша жасалған. Прибыль $100. Деңгейдің алдында болған жаңағы накопление бар, одан кейін деңгейден жоғары қарай позиция кіруге кірген болатын. Міне мына сделканы қарасақ, мына жерден алған деңгей. Осы деңгей жоғары бұзылған сәтте үстіге қарай стоп-лосс мына жерде тұр, take profit осы жерде тұр. Take profit пен $101 прибыль алдық. Мынау зеркальный орбит. Ауыспалы деңгей. Мына жерде тірек деңгей болса, мына жақта қарсылық деңгейіне ауысқан болады. Енді осыдан бағаны төмен түсіп келіп, қайттан осы деңгейдің төңірегінде қайттан жоғары жібермес тап тұрған болатын. Енді мына жерде теханализ білеміз, поджатие деген ұғым бар, сығылу. Деңгейге қарай жаңағы поджатие болды. Осы деңгей бұзылған сәтте, осы деңгейден сәл жоғары қарай бағаға да 40-61-де кірдік. Енді мына деңгей примерно так қазір айтайық. Так, хай бізде 40-51. 40-50 деген бағада деңгей тұр. Біз 40-61 деген бағада жоғары қарай кіріп, өзіміздің жаңағы табысымызды алып кеттік.